Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 5 саны және цифры деп аталады. Олай болса, оқулығымызды 22-23 бетін ашайық. Ашқан болсақ, балалар, олай болса, бүгін біз нені үйренеміз? Бәріміз бірге құрайық. Бүгін біз бір таңбалы сандарды оқып салыстырамыз, жазамыз. Бір таңбалы сандардың құрамын анықтайтын боламыз. 5 саны нені білдіретінін түсінетін боламыз. 5 санын қалай алуға болатынын білетін боламыз. 5 цифрын жазып үйренеміз. Олай болса, қазір барлығымыз сандар әні, яғни тура және кері санап үйренейік. Барлығымыз қосылып ән айтып көрейікші. Жаттаймын алақай, санаудың да келді кезегі. 1, 2, 3 балақай, қайталаймыз асықпай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бірден 10-ға дейін мен санауды білемін. Енді керісінше әндетем, балалар қосылыңдар. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. 1, 2, 3, 4, 5 тамаша. 6, 7, 8, 9, 10 лала. Мен ақылдымын бәрінен, сен де санауды үйрен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Балалар, 5 саны сандық сәуледе 4 санынан кейін тұрады. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді балалар, 5 цифрының қалай жазылатынына назар аударайық. 5 цифрын жазу үшін алдымен дәптердің торкөзінің ортасынан қиғаштай етіп сызықты төмен қарай сызайық. Жарты жолдың ортасына келгенде оңға қарай бұра отырып, доғал дөңгелете отырып, жартылай дөңгелек сызамыз. Одан кейін жоғарғы жағында тұрған сызықты торкөздің оң бұрышына қарай сызамыз. Ендеше дәптерімізге 5 цифрын жазып шығайық. Жақсы балалар, енді
кітаптағы суретке қарайық. Суреттерді, заттарды сана. Олардың қайсысын 5 сан арқылы айтуға болады? Балалар, шаңғыны көріп тұрмыз. Шаңғы нешеу? Бірігіп санайықшы кәне. 1, 2. 5 санына жетпейді екен. Енді тұрған конькиді санайық. Коньки нешеу? 1, 2. Ол да жетпейді екен. Енді скейтбордты санап көрейік. Скейтборд нешеу екен? Кәне, төменнен жоғары қарай санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Балалар, біз 5 заттан тұратын санды анықтадық па? Анықтадық. Жарайсыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі суретке назар аударайық. Балалар, торкөзде топтар бейнеленген. Бірінші торкөздегі топтарды санайық. 1, 2, 3, 4. Екінші торкөздегі топтарды санайық. 1. Қосып санап көрейік енді. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни, астында тұрған өрнектің 1 мен 4-тің қосындысы 5 екенін дәлелдеп отырсыңдар балалар. Келесі. Енді осы доптардың орнын ауыстырып көрейік. Бірінші мен 4 допты қоямын, қосамын 1 допты. Балалар, белгісіздің орнына мен 4 допты қойып отырмын. Тең болады 4 пен 1-дің қосындысы 5. Келесі кезекте 4 допқа қанша допты қосқанда 5 доп шығады? Олай болса, белгісіздің орнына біз қай санды қоямыз? Дұрыс айтасыңдар, 1-ді қоямыз. 4 пен 1-дің қосындысы 5. Ал енді келесі өрнектерге назар аударайық. Астыңғы торкөзде 2 доп және 3 доп берілген. Демек, 2 доп пен 3 доптың қосындысы барлығын қосып санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Демек, бұл өрнектің жауабы 5 болды. Яғни, 2-ге белгісіз сандың орнына 3-ті қоятын болсақ, 5 шығады екен балалар. Келесі өрнекке назар аударайық. 3 пен 2-ның қосындысы қанша болады? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл өрнектің жауабы да 5 болады. Келесі өрнекте белгісізге 3-ті қоссақ 5 деп тұр, я? Біз енді 5-тен 3-ке қандай санды қосқанда 5 шығатынын анықтау үшін біз 5-тен 3-ті азайтсақ, сол жердегі сан шығады балалар. Яғни 5-тен 3-ті азайтсақ 2 шығады екен. Сонда біз белгісіз санның орнына 2-ні қойып есептейміз. 2 мен 3-тің қосындысы 5 екен. Ал балалар, есімізде сақтайық. 5 санның құрамын көрсетейік. 5 санның құрамы дегеніміз, яғни 4 пен 1-дің қосқанда 5 шығады. 1 мен 4-ті қосқанда 5 шығады екен. 3-ке 2-ні қосқанда 5 шығады. 2-ге 3-ті қосқанда 5 шығады. Балалар, осы тапсырмаларды дәптерімізге жазайық. Ал енді бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс берейік балалар. Барлығын жақсы түсіндім дегендерің бас бармақтарыңды көрсетіңдер. Енді түсініп келемін дегендеріңді бас бармақтарыңды көлбей қойыңдар. Түсінбедім дегендер бас бармақты төмен қойыңдар. Жақсы, ендеше қош, сау болыңдар балалар.